отырдық осындай автобусқа, үлкен автобусқа. Жол бойы осындай таулар, көлдерді кезіп жатырмыз. Жол 2,5 сағатта алды. В целом 250 лира тұрады. Ішінде тегін тамақтар берді. Бірақ осындай өте дәу ауқымда алып жатыр екен. Бұл Измирдің біз үшін бірінші көрінісі. Біз осы жерден қазір бір автобусға отырып, центрға қарай шықпақшымыз. Бұл Измирде жалпы 4,5 миллион адам тұрады екен. Жол өте тар. Кезіндегі қалалардың қалдығынан қалып осындай қала қайта тұрғызылғанын көруге болады. Өйткені жолдар өте тар. Біз жаңа ғана мотогардан түсіп, автобусқа отырайын деген кезде бізге осындай карта керек екенін айтты. Ол жерде біз өзіміздің жай карта, Каспий картамызды төлей алмадық, сондықтан осындай карта сатып алдық. Vidar Station is the transfer station for passengers that will take Izva. Метроға өзім бірінші рет отырдым. Өте керемет, бірінші ощущение. Біз қазір қонақ алаңына келдік. Түркияда адамның қазасынан кейін оның арты қайырлы болсын деп осындай тегін бауырсақтарды береді екен. Бұл статуя әйел және де еркек арасындағы тепе-теңдік мағынасын білдіретін статуя. Біз Измир қаласының қонақ деген алаңына келіп жеттік. Бұл құрылыс 19-шы ғасырда салынған, ал бұл 18-шы ғасырда салынған. Қазіргі кезде бұл алаңға өте көп туристер келеді, көреді. Бізде осы видео түсіріп жатқан кезде өте бір қызық жағдай болды. Осындай суды бізге түріктер әкеліп беріп, мә іш деген кезде. Өздері әкеліп беріп, мә ал іш деп, саған деп. Стаки кетіп қойып, ақша әкел деп. Ақша әкел дейді. Алейкум салам. Окей, I can take a photo. Адамдар отыр, демалып. Ішінде осылай барлығын құлпен жауып тастаған. Міне Яла деген мешіт. Бұл жерде бірақ купол ғана, және де бірақ минарет осындай. Жалпы Измирда да күн өте ыстық. Біз сол үшін осылай кішкене суға шомылып алдық. Ал біз енді Эгей теңізі жағалауында осындай донер сатып алдық. 75 лираға аз дәмін көретін боламыз. Осы әсем көріністің қасында осындай тамақ жеп отырған өте керемет. Бұл Измир базарларының көрінісі. Ашышында тәтті өтірік емес. Измир қаласы ол ежелгі аты Смирна болған, және де осы жердегі құрылыстардың барлығы 200 жылдықта басталған және де салынған екен. Бұрындағы осы құрылыстың барлығы саталып қойған. Бұрындағы қоныстардың Марк Аврелий кезіндегі. Мына көріністі де қараңыздар. Бұл бір лабиринт сияқты. Измир қаласының жері грек тайпаларымен және де одан кейінгі парсы, Сүлейман Сұлтан кезіндегі Осман империясымен жауланып алған. Бұрындағы алфавит сияқты. Бітпейтін лабиринт сияқты. Мана қарасаңыздар, осы жерге жақсы қарайды екен адамдар. Респект. Қазір деген Түркия осы бүкілін сақтап бізге рахат беріп көрсетіп отыр. Мүмкіндігіңіз бар. Түркияға да рахмет. Иә, өте керемет. Руна жазулар тұр. Міне біз жаңа астында жүрген лабиринт тәріздес жердің үсті. Бұл яғни осындай монументтер тұрған зданияның асты болған. Бұл жерде су құбырлары және де басқа заттар өте күшті ұйымдастырылған. Осман империясындағы қаза тапқан адамдарға осылай жерлеген оларды. Біз жаңағы ескерткіш маңынан шығып келе жатырмыз. Барлығын көрдік. Жақсы жер екен. Тағы да бір қамалды көруге шығып барсымыз, бірақ бұл жер өте таулы жер екен. 60-50 градус уколмен. Ар жақта қамал. Біз бұл қамалға дейін көтерілу үшін 1000 ступенька аттаған шығармыз. Артымызда түгел Измир көрініп тұр. Өз дегенімізге жеттік. Неге біз осылай асықтық десеңіздер, өткен қазір сағат 6:20, негізінде 6:30-да жабылады бұл. Біз келген қамал Кадификали деп аталады. Осы жерге қандай көрініс ашылып тұр Измирдің.
өте керемет. Жалпы көрініс осы. Мен қазір ең үлкен башенда тұрмын. Бұл Измирдің оң жағы, бізде Астанадағы сол жақ, оң жақ деп бөлінетіндей сияқты. Өте үлкен Ататюрк статуясы тұр. Қаншамалықты Измир осындай әдемі екенін көріп отырмыз. Міне Измирдің көшелері. Көшелері өте тар. Бір машина әрең сүйіп отыр. Артымыздан жүріп келе жатқан машинеде. Міне көшелердің бірі. Біз осы көшелердің ара-арасымен таудан қазып бара жатырмыз. Өте биік тауға біз шықтық. Сол биік таудағы қамалға көтерілдік. Александр Македонский кезіндегі құрылыс екен негізінде. Міне тауда осындай биіктікте адамдар қалай өмір сүреді деп ойлайсың. Осы жерде құрылыстардың барлығы қалай салынған, соның барлығын ойлап қараған өте қызық. Ал біз міне осы торговый центрға келдік. Бим деген таудың уклоны 40, 45, 50 градусқа дейін жетеді. Міне олардың супермаркеттерінде қазір осындай. Сулар өте арзан, 3,5 лира. Ол қазақ теңгесімен санағанда 80-70 теңге болады. 1,5 литрға осындай су. Біз қазір Измирдің негізінде ең қауіпті деген көшелердің бірінде жүріп екенбіз. Бұл жерде қара нәсілділер өте көп. Арабтар, күрттер, бүкілі жүр мына жақта деген. Өйткені мына жақтың ауылы, яғни suburbs дейді, қаланың шеткі аймағы, ол жақта деген бүкілі басқасына жиналған екен. Кедейлер тұрады. Және де өте қауіпті екен. Бірақ та біз қауіпті адамдарды әлі көрмедік. Бірақ та көрміз мүмкін, әбден мүмкін. Сондықтан сақ болу керек. Сақтықта қорлық жоқ. Көшелер өте тар, балалар көп. Сәлем беріп отыр міне. Қазір осындай Измирдің бұрындағы қалыптасып қалған базарының маңындамыз. Hello, bro. Welcome Turkey. How are you doing? Welcome Turkey. Nice. I'm really welcome to be here in Turkey. Where are you from? Es Kurdistan. Kurdistan. Evet. Çabane başı. Başlattı çavayı. Başım sağ be. Sağ ol. Ең бірінші көрсететін нәрсе, ол көшеде жататын иттер. Мына жақта мешіттер тым көп орналасқан. Мешіттер әр жерде орналасқан, келесем. Әр жерде және де өте көп. 200, 300, 400 метр арасында бірінен кейін бірін салына берген. Өте кішкентай мешіттер, бірақ өте көп. Кеткен мороженое жеп тұр. Бүкілі деген өте күшті, өте мейірімді, әрдайым. Hello. Where are you from? деп сұрап жүреді. Мынау олардың көбінесе жапондық пен қытайлықпен айырбастырып былай. ойлайды әрдайым. Әрдайым ойлайды. Қазір сіздің көзіңізше бағалар көрсетеміз. 12 лира дейді. Какао валини. 10 дейді. Керемет. 10-ға 270 теңге қазір. Измирдің мына көшесі өте әдемі екен. Біз қазір парк жаққа бараттармыз. Осы парктағы пальмаларды қараңыздар. Қалай керемет, биік болып өсіп отыр, және де қалыңдығы өте керемет. Осы пальмаларға қарап, бұл жер тропикалық климатта орналасқан Түркия ма деп ойлап қаласың. Осының ар жағы өте қызықты жерлер толып отыр, сол жерлерді көрейік. Осы паркта бірде-бір отыратын жерді әлі де таба алмадық.
қараңыздар, қаншама бос орын тұр. Бұл бос орындар неге арналған екен түсінбей жатырмыз. Міне қазір кешкі 8:49 болды. Біз Migros супермаркетінен осындай орыс салатын және де екі осындай ортасында сэндвич сияқты бір закусканы алдық осылай. Қалай өтіп отыр? Жейміз бүкілін күшті. Біз Измирда 24 сағаттай болайын деп жатырмыз. Ол парктың ортасында осындай 6 бақан тұр екен. Біз түнгі Измирдағы центральный паркқа келдік. Бұл жерде неше түрлі осындай колесо обозрения. Жалпы паркта не болады, соның барлығы бар. Şeyden geliyor. Doğudan, sizin oradan geldik. Evet. Biliyorsun değil mi? Biliyoruz. Yani biz de aslında şeyiz. Yani Orta Çağ. tüm Türk Altay Dağları'ndan geldi. Orta Asya'dan. Evet, Orta Asya. Ben Türkiye'de olacağım mı bu Asya'ya? Siz hepsi karışık. Evet. Осы жерде түнгі өмірді көре аламыз. Измирдағы барлығы жап-жарық. Осы видеоны осы жарық арқылы түсіріп отырмыз. Түнде кішкене қараңғылау бола ма деп ойладық, бірақ барлығы ойдағыдай болды. Және де бұл жерде Түркияның инфрақұрылымы өте керемет екен. Кез келген осындай жерлерде шөптің керемет жап-жасыл болып өсіп отқан көресіздер. Әртүрлі жерде ағаштарды, пальмаларды күшті қарайды, кеседі, дұрыстап салады. Және де көшелердің бойы, жолдардың бәрі өте тап-таза, түп-түзу. Ал біздің Қазақстанда болса қаншама кең болып жатсақ та сыймай жатамыз. Өзіміздің парковкаларымыз аз. Осындай Астанадағы кең көшелерге қарағанда осы жердегі тар көшелерде барлық машиналар сыйып тұр, орындар жетеді, барлық адамдар бақытты, өз-өздерімен былай кең алаңда жүргендей сияқты жүр. Таптар жер болса да. Сонысы қызық. Түнгі сағат 1, біз қайтадан метроға отырып жатырмыз. Бұл жолы метроның бағасы 20 лира, алдыңғы жолы 8 лира болады. Қалай саған метро? Керемет, өте жаңа, керемет. Басқа сөздерім жоқ болып қосатын. Ішіне дейін кондиционер жұмыс істеп тұр. Күлі жақсы. Ең бастысы өз жерімізге аман-есен жетсек болды. Шақну тап-таза нәрселерді көруге болады жолда. Қазір сағат 1:40 біз Измирдан шығып, Измирдің ең шеткі точкасына келіп, осы жерде отырмыз. Түк те жоқ, станциядан басқа. Станция және де аэропортқа. Осыдан кейін ары қарай Селжук, бірақ оған дейін 1,5-нан кейін оказывается түк те жоқ. Сол түк те жоқ болғаннан кейін біз қазір таңғы 6-ға дейін осы жерде күтейін деп отырмыз.